Ассалаумағалейкум мұсылмандарым. Мен осы мұсылмандардың арасында 1,5 мың жыл болып тарап кеткен өтірік хадис туралы, мұсылмандардың 73-ке бөлінетіні туралы бірнеше рет жазған едім. Бірақ мен адамдар астында және маған сенбейді. Олар үшін өздері сияқты дүмше имамдар мен дүмше ғалым-сымақтардың шатпырағы маңыздырақ. Бұл масқараның таралғанына шамамен 1,5 мың жыл болды. Сондықтан мен бұл хадистің исламнан ештеңе түсінбейтін сауатсыз сектанттар үшін шайтандардың шығарып берген жалған хадис екенін тағы бір рет еске салуға шешім қабылдадым. Себебі бұл жалған хадис Құрандағы Алланың сөздерін жоққа шығарады. Басынан бастайын. Әбу Хурайрадан келген хадисте Алланың елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, былай деген: Яхудилер 71 ағымға, ал христиандар 72-ге бөлінеді, ал менің қауымым 73 ағымға бөлінеді. Мұғауияның тағы бір хадисінде 72 топ отқа оранып, біреуі жұмақта делінген. Абдуллах ибн Амрдың тағы нұсқасында: менің қоғамым 73 топқа бөлінеді, олардың бәрі біреуінен басқа отқа түседі делінген. Адамдар Алланың елшісі, олар кім деген сұраққа ол былай деп жауап берді: маған және менің сахабаларымның жолына еретіндері. Хадистің басқа нұсқасында Ауф ибн Маликтің айтуынша, олар кімдер бұл құтқарылған топ деген сұраққа пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл жамағат деп жауап берді. Бұл хадистер Ахмад, Абу Дауд ибн Маджа, Ат-Тирмизи, Ад-Дарими, Ал-Хаким ибн Абу Асымдардың жинақтарында бар. Барлық дүмше ғалым-сымақтар бұл өтірік хадистерді әлі күнге дейін сенімді хадистер деп санайды. Өзіңіз көріп отырғандай, егер сіз осы өтірік хадистерге сенсеңіз, онда мұсылмандар яхудилер мен христиандардан да жаман деп санағандығыңыз болып шығады. Мұндай болу мүмкін емес. Себебі Аллах тағала Құранда мұсылмандар туралы былай дейді: сіздер адамзаттың игілігі үшін пайда болған қауымдардың ішіндегі ең жақсысысыз дейді. 3-ші сүренің 110-ші аяты. Алла тағала барлық адамдар мен жындарға исламнан басқа дінді іздейтіндерден бұл ешқашан қабылданбайды және ақыретте ол құрбан болғандардың арасында болады дейді. 3-ші сүренің 85-ші аяты. Сонымен сізге не маңызды? Құрандағы Аллахтың сөздері ме, әлде шайтанның білімсіз сектанттарға шығарып берген күмәнді хадисі ме? Көзіңізді кеңірек ашып, егер сізге ұғу қиын болса, менің сөздерімді тағы бір рет оқыңыз. Сосын шайтанның ертегісін таратуды тоқтатыңыз. Егер ең жақсысы шайтан мен дүмше ғалым-сымақтардың шатпырағын оқығанша Құранның аудармасын оқыңыздар, мұсылмандарым.